Сәлемдер, сіздермен бүгін тағы да мен Назерке. Бүгін біз дәмді әрі тез дайындалатын творожный кекс жасаймыз. Кексіміз ұнаса, біздің арнамызға лайк басып, жазылып күтулеріңізді сұраймыз. Біздің осы жылға қойған мақсатымыз 5000 подписчик жинау. Біздің мақсатымызға жетуге атсалысуларыңызды сұраймыз. Ал енді біз бастаймыз. Бізге қажет заттар: жуылған 2 жұмыртқа, жарты чай қасық разрыхитель, 100 грамм қант, 120 грамм ұн, 100 грамм бор және 100 грамм ерітілген сары май. Бірінші жұмыртқамызды жарып бізден қолын жұмыртқасы магазиннен ала берсеңіз де болады. Бірден қосып отырамыз. Разрыхитель мен қантымызды. Şimdi sarmayımız koyalım sonra. Рецепт масса буlaşarlı sıram. Массамыз біркелкі болды. Енді дайын болған смесь кексімізді несіне қоямыз, формаға құямыз. Мен форма кішкентай отыр, бұдан да үлкен формалар болады. Өздеріңіз магазинде сатып алып жасасаңыздар болады. Қазір бізге керек табамызды алып, табамыздың үстіне осындай силиконный формалар болады. Неше түрлі хозяйстволарда сатады, соларды қолдансаңыздар болады. Болмаса біркелкі формалар болады, соларға да сала берсеңіздер болады. Каретімен қойып аламыз да осыны құйып шығамыз. Құйма кексімізді алып ыдысқа құямыз. Толтырмай құя берсеңіздер болады. Өздері разрыхительдің несімен көтерілген кезде тас кетпеу керек. Дайын болған кексімізді духовкаға 190 градуста 15 минут пісіреміз. Менде біреу артық. Бізде кексіміз дайын. Енді духовкаға 190 градуста 15 минутта пісіріп аламыз. Духовкаға саламыз. Мен духовканы жаңа қосып дайындап қойғам. 190 градуста 15 минут пісіріп аламыз. Енді пешке салған кексімізді дайын болған 15 минут күтеміз. Кекстің дайын болғанын зубочистка тығып, зубочисткамен көрсеңіз де болады. Қолдарыңызға ұстаған кезде зубочистка құрғақ болу керек. А егер де жабысқақ қолға жабысып тұратын болса, значит ол дайын емес. 15 минут уақытымыз өтті. Дайын болған кексімізді пештен алайық.
Кексіміз дайын болды. Енді дайын болған кексімізді суығаннан кейін по желанию сахарный пудра сүйіп чайға бере берсеңіздер болады. Немесе өз қалпында да жіберсеңіздер тәтті кекс болады. Жұмсақ. Міне кексіміз де дайын болды. Осындай жұмсақ. Әдемі кекс болады. Ішін бөліп көрсеңіздер ғой. Сап-сары әдемі кекс болады. Іші нығыз емес, жұмсақ. Әдемі. Қонаққа қойсаңыздар да болады, или 5-тен шайын ішсеңіздер де болады. Болды.